Сәлем достар, сіздерге бүгін 5 күн демалысымыздың қалай өткені туралы қысқаша видео салатын боламын. Өткен аптада 5 күн демалыс болды, соның 3 күні біз Шымкент қаласында болмадық. Бірінші Шымкент қаласынан шығып кеттік, ары қарай Тараз қаласына жол тарттық. Тараз қаласы мен үшін өте ыстық қалалардың бірі. Көптеген естеліктермен, көптеген жылы жағдайлар болған қала. Таразға да жеттік. Мына туннельден өтіп жатырмыз. Бұл жерде Шымкент пен Тараздың арасында осындай туннель бар. Туннельден қанша өткен сайын бір күшті сезімде боласыз, бір шетелде жүргендей сезінесің. Ары қарай таулар, жан жақта таулар, керемет таулардың пейзажымен Жамбыл облысына кірдік. Арасында демалысқа тоқтады, жетханаға тоқтады. Бұл кезде де таза ауа жұтып, тауларға қарап біраз демалып алдық. Балалар ұзақ отыра бермей, әрі қарай жүгіріп ойнады. 2 сағат уақыт көзі ашып жұмғанша тезірек өтіп кетті. Алланың берген табиғатының әсем тауларын, жазық далаларын көріп, уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай Тараз қаласына да келіп жеттік. Таразда бірнеше үйге бардық. Бірінші апамыздың үйіне бардық. Ол жерде балаларымды тастадым. Ары қарай әпкемнің үйіне бардым. Туған әпкем осы Тараз қаласында тұрады. Осында өмір сүріп жатыр. Солмен бірге ары қарай Алматыға жол жүріп кеттік. Алматыға Икарус автобуспен бардық. Икарус автобусқа мінбегелі біраз болды. Кішкене ыңғайсыз болғанымен де таңға қарай тез жетіп алдық. Студенттік кездер осы кезде еске түседі. Алматы мен Шымкенттің арасын біраз осындай Икарус автобуспен тоздырған едік кезінде. Алматы маған ыстық қалалардың бірі. Өйткені 10 жылдай өмірім осы Алматыда өтті. Барлық деген базар, Алтын Орда деген базарлар. Осы жерге келіп жеттік. Алатаудың етегіндегі керемет қала табиғаты мен өзінің ерекшелігімен бізді баурап алатын қала. Таңға қарай түстік. Бізді күйеу баламыз күтіп алды. Алматыға келуіміздің тағы бір себебі Елдос күйеу балам мен Наурызгүл сіңлімнің Алатаудың етегіндегі керемет табиғаттағы үлкен 2 қабатты коттеджге көшіп келіп, қоныс тойын тойлап атқан жайлары бар. Үйде жата бермей, ары қарай біз Алматыны аралаймыз деп шықтық. Алматыдағы апорт сауда үйіне келіп, әпшем екеуміз біраз қыдырдық. Апортқа студент кезде жиі келетінбіз. Қазір басқаша өзгерген. Наурызға қарай әдемілеп безендірілген. Фотосессия жасадық, ары бері жүрдік. Киім-кешек көрдік. Киімдерді киіп көрдік. Алатын заттарымызды алдық. Жақсы шопинг болды. Маған бұл жерде бірнеше костюмдар ұнады. Жұмысқа кигенге, күнделікті кигенге. Одан қала берсе, Наурызға қарай осындай күшті ұлттық нақыштағы киімдерді ұлттық бұрыш жасап қойыпты. Сол жерде фотосессия жасауға болады, тегін суретке түсуге болады, видео түсіруге болады. Оны да жасадық. Уақытымыз босқа кетпеді. Бұл апорт сауда үйінен кейін ары қарай біз базарға бардық. Алтын Орда деген базар бар. Алтын Орда базарына бұрын студент кезде, оқу бітіргеннен кейін де азық-түлік алу үшін келетінбіз. Алматы нағыз естеліктер қаласы мен үшін. Өйткені Алматы қайта оралғым келетін қалалардың бірі. Алматыдағы Алтын Орда базары барахолка сияқты. Базар аралымаға біраз болыпты. Үлкен мосттан өттік, халық көп, адам ығы-жығы. Күн ала бұлтты болғанымен көңіл күйіміз жоғары болды. Ары қарай күйеу балам бізді алып кетті. Жолда тәттілер алуға, торт алуға кондитерлік дүкенге келдік. Кондитерлік дүкендерде керемет. Осындай Холпынай деген сеть кондитерских магазинов бар екен. Сол жерден халал торттар алдық. Сонымен керемет дәмді тортты ауызашарға
асқа алып бардық үйге. Дәмі де сапасы да өте жақсы екен. Алматының торттары ерекше. Үйге келіп біраз балалармен ойнадық, мен сіңлілеріммен бірге ойнап, балалық шағымызды еске алып, әпшелерімді көріп, құда-құдағимен әңгіме айтып, уақытымыз жақсы өтті. Кешкі ауызашарға көмектестік. Мен сіңлім мына жерде қамыр жайып жатыр, ет асып жатыр. Дастарханды жайғастыруға көмектестік. Міне ауызашарымыз да басталып кетті. Уақыт жоқ, әңгіме айтуға аузымызды ашып алайық деп. Сонда да мен видео түсіріп үлгеріп жатырмын. Сондай бүгінгі кешіміз ерекше өтті. Ата-анамыз, қонақтар, құда-құдағилар, құдалар, құдашалар, солармен бірге дастархандас болып, тілек айтып, өте жақсы тілектер айтылды. Аузымызды ашып, үлкен сауапқа ие болды бұл кісілерде. Осындай кең дастарханда басымыз қосылып отқанына өте қуаныштымыз. Бірнеше себеп болып отыр бұл дастарханның жайылуына. Бірінші себеп ол қоныс той, екінші себеп мынау Наурыз мейрамы, Рамазан айының ауызашарын беріп жатыр, және төртінші негізгі біздің сіңліміз Наурыз айында туған Наурызгүлдің туған күні. Бірнеше себептердің арқасында осындай басымыз қосылды. Басымыз қосылып, ата-анам, бауырларым бәрін көріп, бір балалық шағымызға саяхат жасадық. Бұл видеоны мен арнайы түсіріп отқаным жинақтап, өйткені бұл менің YouTube каналымда естелік болып қалсын деген мақсатта түсіріп сіздерге салып отырмын. Видеом ұнаса лайк басып қойыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналда менде тренд түсіргенбіз, бауырлармен, ата-анаммен. Соны да көрсеңіздер болады. Мен бұл жерге салып отырған жоқпын. Көрсеңіздер болады. Менде көп просмотр жинаған видеолардың бірі. Ән айттық, кешіміз керемет өтті. Туған күндік әндер, әке, ана тақырыбындағы әндер айтылды. Сонымен қатар әкешім мен анашымның 70 жылдық мерейтойының видеосын көрдік. Бұл кеш бір балалық шаққа саяхат болды. Өйткені кішкентай кезімізде түсірілген видеоларды қайта көру бір күшті керемет бір жағдай болатын. Кештің соңында інім мен күйеу балам дайындап қойған от шашуды көруге сыртқа шықтық. Олар арнайы дайындап, от шашу дайындап қойыпты. Қазақтың жаңа жылын 22 наурызды осы үйде өткіздік. Жаңа жылда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Наурыз құтты бола берсін бізге. Жылан жылы құт береке алып келсін. Алла тағала әрқашанда сіздерді, біздерді жарылқасын. Осындай керемет кездесулер жиі бола берсін. Қана бақыт, шаттық орнай берсін әрбір жанұяда. Отбасылық құндылықтарды сақтай білейік. Бауырлармен, ата-аналарға құрметіміз арта берсін. Туыстығымыз жалғаса берсін. Видеом сіздерге ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. От шашу біткеннен кейін қонақтардың бәрін шығарып салып, сол үйде қондық. Таң сәресіне оянып, таңертең сәремізді ішіп алып, құдағиымыз сәреге манты дайындап қойды. Оны жеп алып, таң азанымен жолға шығып кеттік. Алматы мен Шымкенттің арасына жеңіл көлікпен жолға шықтық. Әкешімнің жаңа автокөлігімен жолға шықтық. Ініміз бізді аман-есен Шымкентімізге жеткізіп салды. Келесі видеода жолыққанша аман-есен болыңыздар.